Сәлем достар, бүгін бізде видео сабағымызда эффект тряски, шайқау эффектісі. Әрине кімге әрқалай аудаса болады, бірақ тряска, эффект, шайқау немесе орнын жылжу деген сияқты болғанда білдіреді. Ол үшін бізге біріншіден керек масштабты 100 аламыз. Өйткені мына видеомыз қазір жан-жаққа қозғалатын видео болады. Одан кейін эффекті батырмасында, эффект командасында бізге керек команда. Ол команда жазып көрсем wave warp. Міне wave warp. Осы команданы қолданамыз. Эффект контролста біз бұның настройкаларын өзгертеміз. Бірінші wave type, smooth noise қоямыз. Wave height 100% қоямыз. Видеоны өзгеріске енгізіп алайық. Одан кейін wave width бірге қоямыз. Міне айырмашылық көріп отырсыздар. Егер кететін болсақ, кішейтіп кететін болсақ, міне көріп тұрсыздар. Қалай болып өзгеретінін. 2. Так. Direction нолға қойсақ, бізде ол былай қозғалады. Үстен астыға. Егер direction үстен астыға. Егер 90 қойсақ, ол жанына қарай. Жанына қарай өзгереді. То есть 0 по вертикали, 90 по горизонтали. Тігінен қиғашынан. Wave speed нәжде бір. Негізі бірден бастап 30-ға шейін қойған. Егер бірге қойсақ, біздің жылдамдығымыз баяу болады. Егер біз 30-ға қойсақ, біздің тряска эффектісі, шайқау тез болады. Енді мен де бір қойдым. Әркім енді өзінің настройкасына қарап қоя алады. Міне осы видеоны қайталап көріңіздер. Жазыңыздар, қосыңыздар. Қазақша контентті көбейтейік.